Қошқар ата өзенде халықтың көптігінен өзенде емес, тек халықты көресің. Кәдімгі Ганга секілді, бірақ Үндістанмен бізді халық саны емес, басты бір жаһандық мәселе біріктіріп тұр. Ол тазалық. Біздің адамдардың табиғатты аялауы ерекше ғой. Суға қоқыс тастап тұрып, судың да сұрауы бар деп қояды. Я, судың да сұрауы бар, бірақ ол сізден жүгеріні, чипсыдың қабығын немесе бөтелкені сұрап тұрған жоқ қой. Шымкентті жарып өтетін шипалы бұлаққа келушілер әу бастан аз емес, бірақ биыл жазда өзенде шомылатындар күрт көбейді. Аптап ыстық жұзатпай барады. Өкінішісі, салқындауға келген жұрт демалған жерін қоқысқа толтырудан шаршамайды. Мұндағы тазалаушылар ескертумен әлек. Олардың еңбегін ескеріп жатқан ешкім жоқ. Конечно, әлі де төмен халықтың несі. Шиетті айтсаң, орын жинамай кетеді. Қасыңа кеп тұрм, арбаға сал десең, салмайды олар. Өзіміз жиямыз дейді. Болса мазақ қылады олар ше. Үйге алып кетеміз біз деп. Бірақ тұрады да орында қаласы, арбузы бар, окуркасы бар, жүгерісі бар. Соны артынан жүгіріп шаршайсың ғой, әр пакетке кешін еңкейе бір, қанша арба шығады. Жұрттар үйінен дарбыз әкеледі, жүгерісін жейді, олардың сатып алып. Енді айтамайсың, қауын дарбызбен бір айланғанда екі орнаммен әшін бір тәшкім солады. Бүтіп айналып барып келем дегенше уже толады арба деген аузы мұрны шығады. Он біреулер келеді, ой, мұсыр жинамайды дейді. Қалай үлгересің, сонша халықтың ішінде, мысалы, екі адам түсеміз суға. Өзен жағасынан апта сайын тонналаған қоқыс шығарылады. Арнайы көліктер демалыс күндері кемі 2 рейс жасауға мәжбүр. Мен екі адамның орнында жалғыз өзім істеп жатырмын. Қазір адам керек бізге. Мұсыр деген енді көп жетеді бізде. Ең главный мұсыр таза болса, осы жер адамдарға жайлы, жақсы болады. Ал участке басшылығы бәрі бақылауда, жұмысшы да күш те жетеді дейді. Оларға ешкім арыз айтып шағымданбаған. Бұл мәліметті кімнен алғаныңызды білмеймін. Қызметкерлерден жеке өзіме ондай келіп арыз шағым түспеген. Егер қажет болса, жұмысшылар тарапынан көмек беріледі. Бұл негізсіз деп айтуға да болады. Үлгереміз өзімізге берілген міндетті толық орындай аламыз. Егер бұл жаққа күш жетпей жатса, қосымша жұмысшылар қосамыз. Сондай-ақ демалыс аймағында тәртіпті қадағалау үшін полиция мен ұлттық ұлан сарбаздары да кезекшілік етеді. Әрине, енді біз азбыз, өрді халық көп. Енді ол айтқанда адамның санасына өзі біліп, мынау жер табиғи халық демалатын орын жерді бағалайық деп адамның өзінің санасында болмаған нәрсені біз аз адам болып оны сіңірте алмаймыз. Өйткені қарасай қоқысты тақсайды, жаман иіс шығады. Байқайсыңдар ма? Байқап тұрғанда шығарсыңдар. Мен өзім бірінші рет келдім де, мен мынаған шыдай алмадым. Әшейін бұлай аяғымды салып шықтым. Тазалық жағына көңіл бөлсін. Бірақ мен енді келмеймін деп өзім не қылдым. Өйткені тазалық жағынан нөл. Тазалық жағы жоқ. Мына беспорядок қой, уже қалай тамақ ішеді білмеймін, түсінбеймін. Біз арнайы қоқыс ящикте тастаймыз. Төмен болып тұрған шығар. Негіз тастау керек қой. Бірақ тастамайын шығар. Өздері біледі. Оның арқасынан кәдімгі өзіміздің анамыздан үлкен кісілер де тастайды оны. Негізі ол мұсырлардың бәрін алып, негізі мұсырға тастаса болады. Тастап кетсе, негізі ризамыз да. Биыл Қошқар ата демалыс орнына 250 шаршы метр террасалық тақтай төселіп, шезлонгтар қойылған. Алайда әдемі орынның ішкі мәселесі шешілер емес. Өзеннің тазалығын сақтап, айналадағы тәртіпті күзеткен санаулы жұмысшының еңбегі еленіп, көптің жауапкершілігі артпайынша, Қошқар атаның басты проблемасы адам факторы болып қала бермек.